Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 71-72 бөлімдерді баяндайтын боламын. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Ендеше кеттік. Бүгінгі бөлімде үйдегілері Сумруды іздеп келеді. Оларды көрген Сумру таң қалады. Сумру Тахсинге "Мені мұнда екенімді неге айтасың? Оның қажеті жоқ еді" дейді. Мелек Сумруға "Анашым, барлығы өз қатесін түсінді. Біз сенен кешірім сұрауға келдік. Бізді кешір" деп айтады. Сумру оған "Қалайша оп-оңай кешірім сұрай саласыңдар? Сендердің ешқайсыларың маған сенбедіңдер. Бәрің мен Саметке ақша үшін шықты деп ойладыңдар. Әлгі бетсіз намыссыз Халилге сендіңдер. Мені өтірікшіге санадыңдар" деп ренжиді. Харика, Асад, сендер маған ауыр сөз айттыңдар. Мені түсінгілерің келмеді. Маған қалай қиын болғанын білесіңдер ме деп ішіндегі ренішін білдіреді. Анасы оны "Отбасыңа қайт, сенің орның біздің қасымызда" деп көндіреді. Асад Сумруға "Нилай ханым келіп бізге айтпаса, біз ештеңе білмес едік" дейді кешірім сұрап. Сумру одан бетер шынданып "Кетіңдер, бәрің де бұл жерден кетіңдер" деп ұрсады. Нұх жуынып бөлмеге келеді. Севилай көңілсіз көздерімен оған қарайды. Нұх одан "Не болды" деп сұрайды. Севилай болса "Неге айтпадың? Неге миыңдағы ісік туралы айтпадың" дейді. Нұх телефонын алып сасқалақтап қалады. Севилай оған дәрігер хабарласқанын жеткізеді. Дәрігерге қоңырау шал деп Нұқтан талап етеді. Сумру ренжіп "Сендер сонда менің ақиқатым дәлелденгесін келіп тұрсыңдар ма? Сонда Нилай келмесе әлі де күдіктеніп жүретін ойларың бар ма" деп айтады. Жихан оған "Біз сізсіз ешқайда кетпейміз" дейді. Барлығы Жиханның сөзін сөйлейді. Сумру болса "Сендер кетпесеңдер мен кетемін, артымнан келуші болмаңдар" деп шығып кетеді. Нұх дәрігерімен сөйлесіп, дәрігер оған "Тез келуіңіз керек. Сіздің жағдайыңыз біз ойлағаннан да қауіпті болуы мүмкін. Сізде қандай ісік барын білмейміз. Мүмкіндігінше тезірек биопсия жасау керек" дейді. Севилай оған "Тезірек дәрігерге барамыз. Мен тағы бірнеше дәрігер таптым" дейді. Нұх болса "Дәрігерден де маңызды нәрсе мені алаңдатады. Анамды ойлаймын. Халил мырза келіп сенің анаңды зорламадым. Сумру өтірік айтты" деді. "Не ойларымды білмеймін" деп айтады. Қонақ үйде Банямин қызметшілермен теледидар қарап тұрады. Ол Севилайды көрсетіп жатырғанын байқап қалып шошып кетеді. Bir кезде қонақ үйге бір қыз келеді. Банямин Жиханға қоңырау шалады. Жиханның телефонына Мелек жауап беріп жатырғанда жаңағы қыз Жихан Шансаланды сұрайды. Оны Мелек естіп қалады. Ол қыз қызметшіге "Мен Перихан, Жиханның әйелімін" дейді. Банямин таңғалып қалады. Мелек бұны естиді. Банямин таңғалып "Сіздер некеге отырдыңыздар ма?" деп сұрайды. Ол "Иә" деп жауап береді. Банямин күбірлеп "Сонда Мелек не болмақ" деп тұрады. Ол Пери ханымға "Мен Жиханның ағасымын, оның әйелі бар және ол жүкті. Саған не айтарымды да білмеймін" дейді. Пери оған "Сіз шынымен сеніп қалдыңыз ба? Бұл әзіл болатын" деп күліп жібереді. "Мен сіздермен қалжыңдағым келді" дейді. Ол оған "Мен Жиханның Берлиндегі досымын. Біз өте жақсы қарым-қатынастамыз. Мен олмен бизнесте серіктес болғым келеді. Сол үшін келдім" деп айтады. Банямин оған "Алыс жолдан келген шығарсыз. Шаршадыңыз, сізді үйге апарайын, жүріңіз" деп алып кетеді. Мелек көңілсіз ой үстінде отырады. Тахсин Сумруды жұмысының алдында күтіп тұрады. Сумру оған "Өтінем Тахсин, мені мазаламай кері қайт, мен бәрібір сендермен қайтпаймын" дейді. Тахсин қырсығып "Сен қайтпаймын десең де мен де келе беремін, дегенмен қайтпаймын" дейді. Сумру "Білгеніңді істе" деп кетіп қалады. Мелек көлікте көңілсіз келе жатады. Жихан оған "Сүйіктім, олай қайғыра берме. Сумру әпке ерте ме кеш пе келеді. Мен оған сенімдімін. Баламызды ойла, мұңайма" деп жұбатады. Банямин Периханды үйге алып келеді. Ол Тюрканды шақырып "Қонағымызды бөлмеге орналастыр, сусын бер" дейді. Тюркан Баняминді Периханнан қызғанып қалады. Халил тағы да жананмен мейрамханада кездесіп отырады. Оларды Хикмет сыртынан бақылап тұрады. Үйге Жихан келеді. Ол Периханды көріп, екеуі амандасады. Мелек оны қызғанып қалады. Жихан оны үй ішімен таныстырады. Ол Периханды Берлиндегі досы екенін жеткізеді. Банямин оларға Периханның әзілін айтады. Эсма таза ауада серуендеп жүреді. Асад оған келіп, оны құшақтап алады. Эсма болса "Неге құшақтайсың? Маған жақындамашы" деп ренішін айтады. Бұл жерде Эсманың одан қашқақтаған сайын Асадтың оған деген сезімінің өсіп жатқанын көруге болады. Эсма Асадқа өкпе ренішін айтып кетіп қалады. Асад болса "Анамды да ренжеттім, әйелімді де ренжеттім" деп ауыр күрсінеді. Хикмет Халилді қызғанып тұрады. Bir кезде оларға досы келіп қосылады. Ол Жананның көзінше Халилге бір сөмке ақша ұсынады да Жананның қызығушылығын арттыру үшін жинақ қоры туралы әңгіме қозғайды. Досы бұған салған ақша бір айда 40%-ға өсетінін айтып, бұл өте тиімді, Халил пайдаланып қал деп Жананды қызықтырады. Халил оған "Менің ақшам Грузиядағы банкте, қалай алсам екен" дейді. Досы оған "Сізге шұғыл ақша табу керек, сіз ақшаңызды 5 есе өсіре аласыз" деп айтады.
Жанан әңгімеге араласып, қор дегеніміз не деп сұрайды. Досы оған депозитке ақша салып, оны 40%-ға өсіріп алуға болатынын айтады. Халил оны одан сайын қызықтыра береді. Жанан аузын ашып, бұларға сеніп қалып, мен инвестиция саламын дейді. Досы болса, кем дегенде 500 мың доллар салған дұрыс деп айтады. Ол Банямен екеуінің шотында ақша бар екен, содан алып салатын жеткізеді. Халил өтірік ойнатып, асығып тұрған жоқсың ба, алдымен күйеуіңмен ақылдас деп көндірген сыңай танытады. Жанан банктың кісісіне құжат көрсетуін сұрап келісімшартты алады. Банкир оған кешкі 7-ге дейін ақшаны салуға шарт қояды. Жанан дереу ақшасын алуға кетеді. Таксин Сифа досына хабарласып, Халилді табуды тапсырады. Сифа қонақ үйге келіп, қызметші жігітке «Халил Чакыржаны көрсең хабар берерсің» деп ақша ұсынады. Қызметші дереу Халилге звондап, оны Сифа іздеп жүргенін жеткізеді. Халил оған «Жарайды, қазір заттарымды алып кетемін, ол жерге енді келмеймін» дейді. Жанан үйге келеді. Банямен оған Перихан туралы айтып жатырғанда, Жанан оның телефонын жасырып алып кетеді. Ол бөлмесіне барып, Баняменнің телефонынан банк қосымшасын кетіріп тастайды. Жихан бөлмесіне келіп, «Мелек, саған не болды? Түрің бұзылып тұр, неге ренжулісің?» дейді. Мелек білдіргісі келмесе де, оны Периханнан қызғанып қалғанын байқатып қалады. Жихан оны «Арамызда ештеңе жоқ, олай ойлама» деп жұбатады. Нұх пен Севилай сөйлесіп келе жатады. Севилай үйдегілерге жағдайды айтпақ болады. Нұх болса, ешкімге айтпа, бос әуреге салма дейді. Севилай оған неге немқұрайлы қарайсың деп ұрсады. Нұх сонда да бұл тек әміртік қорытындысы, әлі ештеңе білмеймін, Мелекті де Таксин ағаны да анамды да уайымдатқанын қаламаймын деп өз дегенінен қайтпайды. Жанан банкке келіп есепшоттағы ақшаларды шешпек болады. Оған банк қызметкері банктық операциялар жасалып, ақшаны тек ертең шешіп алуға болатынын жеткізеді. Ол болса шу шығарып, бүгін шешетінін айтады. Нұх пен Севилай дәрігерге келеді. Ол Нұхқа ота жасау керектігін айтып, ісікті алдыру керегін, биопсия сынамасын алатынын жеткізеді. Жанан банктен 500 мың доллар қолма-қол ақшаны алып кетеді. Хикмет Халилге звондап жағдайды сұрайды. Халил оған Жананды күтіп отырғанын айтады. Бір кезде Жанан бір сөмке ақшамен кіріп келеді. Халил оны көріп тұтқаны қоя салады. Жанан Халилге ақшаны беріп, олар берген келісім шартқа оқымай тұрып қол қояды. Солай ол ойда жоқта алаяқтарға бар жиған терген ұстатып жібереді. Өзін банк қызметшісі деп таныстырған Омерді сыртта Хикмет күтіп отырады. Ол қызметіне 5 мың доллар ақшасын алып кетіп қалады. Севилай Нұхқа «Қандай қиындық болса да сені тастамаймын, біз әлі-ақ бақытты боламыз» дейді. Бақытты күндер күтіп тұр деп қолдау білдіреді. Жекежайға Нұх пен Севилай келеді. Оларға үй қызметшісі Сумруды құрбысы іздеп келгенін, ол Мелекке бар шындықты айтқанын, кейін барлығы жиналып Конияға барып Сумруды алып кетпек болғанын айтады. Нұх болса, «Мен қандай ақмақпын, қалайша Халилге сендім» деп көңіл күйі бұзылады. Банямен Жиханға Андаш бейдің терезеден құлап кеткені туралы жаңалықты көрсетеді. Барлығына бұл күтпеген жағдай болады. Харика болса, мүмкін шынымен Севилай кінәлі шығар, мүмкін ол оны итеріп жіберген шығар дейді. Жихан оған «Бұл сөз айтпа, дәлел бар» деп тоқтатып тастайды. Олар Севилайға звондайды, алайда оның телефоны сөнулі болады. Мелек Жиханға «Нұх қасында болу керек, Нұхқа хабарласайық» дейді. Жихан Нұхқа звондап Севилайды сұрап, «Сендерде бәрі жақсы ма?» дейді. Нұх бәрі дұрыс деп айтады. Жихан оған Сумрудың жағдайын айтып береді. Нұх дереу Сумруға жолға шығып кетеді. Кешкі астан кейін Жихан Периханды қонақ үйге апарып тастайтын болады. Харика Мелекке «Бұлармен неге бармадың? Мына қыз маған ұнамады, сақ болшы» дейді. Мелек ойланып қалады. Хикмет пен Халил ақшаларын санап мәз болып отырады. Олар тағы да жоспар құрады. Нұх Сумруға келеді. Сумру баяғыша өзінің райынан қайтпай ренішін айтады. Ол Нұхпен бармайтынын жеткізеді. Жихан Периханды қонақ үйге алып келеді. Перихан оған «Отырып әңгімелесейік» дейді. Жихан болса, «Пери, сені бизнестің шаруасымен келді деп ойлаймын, және басқа нәрседен менен үмітіңді үз, мен отбасылымын. Біз бір рет қателестік, бірақ қатемізді түзеттік. Біз тек жақын достармыз. Достығымызды бұзатындай әрекет жасама» деп кетіп қалады. Перихан болса, «Бұл сен үшін қате болған шығар, бірақ мен үшін емес. Мен сенен бас тартпаймын ешқашан» дейді. Харика дүкенде жүріп сатушымен сөзге келіп қалады. Ол оларды кемсітіп балағаттайды. Оның шу шығарып жатырғанын Назим естіп қалады да Харикаға келіп, «Сен нағыз актриса екенсің. Менің қасымда берген уәдең қайда? Адамдарға дөрекі болмаймын дегенің қайда? Бұл не деген бассыздық?» деп ренжиді. Харика ақталып кешірім сұрап, «Мүмкіндік берші» дейді. Назым оны тыңдамастан кетіп қалады. Хикмет Асадқа звондайды. Ол оған «Біздер қонақ үйді сатып аламыз. Барлығы жоспар бойынша болуда. Біз кез келген уақытта
уақытта кетеміз, сен дайын болу керексің деп жатырғанда, Асат оған мен келмеймін, бас тартамын дейді. Хикмет болса, не деп тұрсың, ештеңе білмеймін, бәрін келіскенде жасайсың дейді. Асат оған мен сенімен келісімшарт жасамадым, Халил сені лақтырып кетсе не істейсің, мен бас тартамын, мені мазаламаңдар деп айтады. Хикмет дереу оны қорқытып, Мелекті апатқа ұшыратқан суреттерің бар, мен соны бәріне айтамын, сені құртамын дейді. Асат қорқып қалады. Банямин Тюрканмен қонақ үйде кездеседі. Ол оған әдемі білезік сыйлайды. Бір кезде Банямин оның сөмкесінен сақтандыру дәрісін көріп қалады. Ол Тюрканнан бұны неге ұстап жүрсің дейді. Тюркан болса сақтық үшін деп жауап береді. Банямин оған қорықпа деп өзінің бедеу екенін жеткізеді. Тюркан дереу киініп кетпек болады. Банямин түсінбей қалады. Ол оған сонда сенің жоспарың менен бала туу ма деп таңданып қалады. Тюркан оған әрине, әйтпесе саған қарап нем бар деп кетіп қалады. Халил Сумрудың дүкеніне келіп, қызметшілеріне оны жамандап кетеді. Сумру жұмысында отырып Хариканың қиналып тұрғанын, жүрек тебірентерлік жазбасын тыңдап, оған звондайды. Бірақ оның телефоны сөнулі болғанына ол алаңдап тұрады. Нихаятқа Сумрудың дүкенінен Камил звондап, оларға Халил келіп, егіздердің әкесі екенін айтқанын баяндап береді. Нихаят ашуланып Халилге звондап, сөйлесуіміз керек, саған көп ақша беремін, Сумрудың өмірінен кет дейді. Ол оны кездесуге шақырады. Нихаят тартпадағы тапаншаны алып кетеді. Сумру үйіне келіп көліктен түспек болғанда, Нихаятты көріп оның артынан кетеді. Мелек қонақ үйге келіп Периханмен сөйлеспек болады. Нихаят Халилмен кездесуге келеді. Ол сен Сумрудан не қалайсың деп ұрса кетеді. Халил оған мен Сумрудан кек аламын дейді. Нихаят тапаншаны алып мен сені өлтіремін деп жатырғанда Сумру келіп қалып, анашым бұлай істеме, өтінемін, бұл оңбағанды жайына қалдыр деп жалынады. Сумру тапаншаны алып Халилды қорқытады. Халил оның намысына тиеді. Бір кезде Сумру оған оқ атады. Достар, келесі серияда не болатынын көрулеріңіз келсе, каналымнан тіркеліп лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.